Қосылған адамдар болса айта бересіз, иншалла. Бір орыннан қозғалмай отырайын ба, әлде қозғала беруге рұқсат па? Бірінші рет шығып тұрсыз. Иә, мынау әуел марра. Ең алғашқы рет қой. Халыққа бір түсіндіріп айтып берсеңізші, мен енді тікелей эфирім. Қысылып отырмын. Не судите строго деп орысша айтқанда жаңа. Мені қатты сөге көрмеңіздер деп, қате кемшіліктер кетіп жатса. Негізі алғашқы өміріңізде бірінші рет прямой башты. Иә. Бүгін өмірімізде үлкен елеулі оқиға болайын деп жатыр. Қадір түнінде. 2025-тің қадір түнінде. Енді иншалла. Иә, бүгін жалпы қадір түні, одан кейін жалпы Меккедегі түндерде болған оқиғаларды да айтып көрейін деп тұрмын да. Тек қана енді қадір түні ғана емес. Енді байланыстырып кете береміз ғой уағыздарды жаңағыдай. Қадір түнімен, пайғамбардың сирасымен, Құран аяттарымен, тәпсірлермен сөйтіп байланыстырып бір мына кісілерге бір не беру керек қой. Рухани бір қазір күш беруге. Өйткені негізі қадір түнінде уағыз айтып, уағыз тыңдауда 83 жыл бойы уағыз айтып, уағыз тыңдаудың сауабы сияқты жазылып кете беруі мүмкін да. Мысалға енді шынымен солай келетін болса. Адам жиналып жатыр ма? Біз бір белгілі бір нені күтеміз ба? Жоқ, бұл бастай береді. Белгілі бір сұрақ мен қойында болмаса, иә. Қадір түні. Жоқ, мына жерде қанша адам отыр дегенім ғой. Қазір ма? 200 отыр ма? Бір 1000-ға дейін жеткізіп алып бастасақ болмай ма? Или 500-ге дейін хотя бы? Ай, негізі қанша? Бүйтіп отыру керек па? Наоборот, бүйтіп жақын отыру керек па? Бұлай отырсамшы? Свободно да, бұлай отырған свободно да, бүйтіп отырсаң қысылып қаласың да, не бүйтіп сөйлей алмай қаласың да. А бұлай отырсаң сөйлеп отырғанға ыңғайлы да. Мысалға бүйтіп отырғанға неге бізде ана не бар ғой, қара. Мыналар бар ғой. Нормально осы. Осылай отырған ыңғайлы ма? Енді ана отырысымызды сөкпесін енді бұлай. Әркім қалай ыңғайлы солай отыра береді ғой. Сөйтіп жаз қойып па? Негізі петличкамен жақсы естіліп тұр ма дауыс? Негізі құрметті жалпы тыңдарман қауым, бауырлар, жамағат. Иә, негізі не да? Алғашқы мәрте да бұл. Прямой эфир деген нәрсе. Біз үшін енді таңсық болып жатқан дүние. Бірақ енді Алланың қалауымен осы күнге тура келіп, бауырлардың ұсынысымен, өзіміздің де ризашылығымызбен бастайық деп жатырмыз, иншалла. Бір петличка тақып қойсаң. Бисмилла. Главный канал менде боласыз. Айта беріңіз. Иә, жоқ ыңғайланып алыңыз, асықпаймыз. Асыққан неден да жаңағы Ал-аджалату минаш шайтан дейді ғой. Ал-аджалату минаш шайтан Ал-аджалату минаш шайтан деген хадис бар да. Асығыстық ол шайтаннан дейді. Мынандай қасиетті түнде асығыстық жасамай қойып. Береке. Ал-аджалату минаш шайтан Бастай береміз ба? Қанша жиналды? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Сіздерге қасиетті Мекке қаласынан жалынды сәлем жолдай отырып, қадір түні құтты болсын дегеніміз келеді. Қадір түні берекелі болсын. Қадір түнінің жақсылығы барша елімізге, жұртымызға болсын, бауырларымызға болсын. Өте қатты толқып отырмыз. Өйткені бұл қадір түнінде Мекке қаласында жаңа тарауих намаздарын оқып, ерекше бір сезімдерге бөленіп, мұсылмандардың көпшілігі бүгін осы мешітке жиналды да. Мұсылмандардың қарасы өте көп. Маңдай тиерге жер табылмай жатыр.
адам өте көп. Былайша айтқанда, жаңбырдың тамшылары сияқты, теңіздің толқындары сияқты мұсылмандардың легін көрген кезде еріксіз көңілің босайды. Бағана осы Әл-Харам мешітінің ішінде жүріп, енді арыда жүрміз, беріде жүрміз, бірде төбеге шығып кетеміз, бірде төменде болып қаламыз. Сондағы адамдардың толқыны, адамдардың қарасы өте көп. Оңнан кіріп, солдан кіріп, алдыдан, арттан, үстіден, астыдан жүріп жатқан мұсылмандар. Әйелдері бар, ерлері бар, үлкендері бар, кішілері бар, байлары бар, кедейлері бар, патшалары бар, жалшылары бар. Барлығы Алла тағаланың алдына бір ерекше жұмсақ жүрекпен, ерекше бір ілтипатпен, Алладан мейірімін үміт етіп, күнәларымыз кешірілетін шығар. Бүгінгі қадір түнінде Алла тағаланың 83 жылдық сауаптарынан мақрұм қалып қалмайды шығармыз, қадір түнінің жақсылығынан мақрұм қалып қалмайды шығармыз деп асығып жатқан адамдарды көріп, Құрандағы еріксіз мына бір аят есіме түсті да. Аятты оқымастан бұрын жаңа қиссасын хадис бойынша баяндай кетейін. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде енді баяндайды ғой. Ибрахим алейхиссаламға Алла тағала осы Мекке жерін таңдап, осы жерде Каабаны сал деп айтты дейді. Каабаны салып болғаннан кейін енді Исмаил деген баласымен салады. Болғаннан кейін енді ешкім жоқ қой. Каабаның өзі тұр, айналасында адам жоқ та. Қазіргідей қалай емес, ол кезде тек қана Каабаның өзі ғана. Содан кейін Ибрахим алейхиссаламға Алла тағала айтты дейді. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ей Ибрахим алейхиссалам, адамдарды енді Каабаны, үйді, мешіт салып болдың, енді адамдарды шақыр деп айтты дейді. Ана хадисте түсіндіреді, сол кезде жалғасын аятта келмейді, бірақ хадисте түсіндіреді. Пайғамбар Ибрахим алейхиссалам Алла тағалаға айтады дейді. Я Алла, мен кімді шақырам? Шақыратын болсам да менің бұл жердегі адамдар алыстағы адамдарға менің даусым қалайша жетеді деген дейді. Сол кезде ана хадистің жалғасында Алла тағала айтты дейді Ибрахимға. Ибрахим, сен шақыр. Олардың жүрегіне бұл Меккеге деген махаббатты біз өзіміз салып қоямыз. Қияметке дейін олар осы Меккеге келгісі келіп тұратындай, парыздарын өтегісі келіп тұратындай, қайта-қайта жандары сол жерге баруды қалап тұратындай қылып, махаббатты өзіміз жүректеріне енгізіп қоямыз деп айтқан дейді. Сонда мына Құранның аятында وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ей Ибрахим алейхиссалам, адамдарды қажылыққа, умраға шақыр. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Жақындағылар жаяулатып келеді, алыстағылар көлікке мініп, самолеттарға мініп, теңіздегілер кемелерге мініп, аттары барлар аттармен, есектегілер есектермен мініп келеді. وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Әлемнің түкпір-түкпірінен теңіздің толқыны сияқты келіп кетіп жатқан мұсылмандардың қияметке дейін тоқтамай келіп жатқандықтарын көресіңдер дейді. Шынымен де мына аят оқылып қана қоймай, іс жүзінде осы көз алдыңда осы Алланың аяты жүзеге асып жатқанын көресіңде. Түкпір-түкпірден келіп жатқан мұсылмандар, ине шаншырлық жер жоқ, ағылып Каабаға кіріп жатыр, біреулер шығып жатыр, Меккеге біреулер келіп жатыр, сол уақытта біреулер умраларын өтеп кетіп жатыр. Барлығы тұрып Алланың Каабасына барлығы жүздерін бұрып, тахаджуд намаздарын, тарауих намаздарын, 5 уақыт намаздарын оқып жатыр да. Солардың арасында сен де тұрсың да. Ана ой, кәдімгідей сені еліртіп, сені кәдімгі бір таңғажайып бір сезімге алып кетеді да. Ан жерде кәдімгідей көзіңнен жас ақпай мүмкін емес та, жас ақпау. Өйткені сен де қадірдің түнінде, сондай Құран түскен түнде, сен де сол шарт тараптан келген Алланың таңдаулы құлдарының арасында біреу болып тұрсың да. Субханалла, бұл деген анандай бір сезіну керек та іштей ше. Субханалла. Соны жаңа сезініп, тарауих намаздарынан шығып жатырмыз ғой. Енді осы сезімдерді мына біздің жалпы шәкірттерімізбен деп айтайық, бауырларымызбен, достарымызбен, ағаларымыз отырған шығар, аналарымыз, апайларымыз отыр, машалла, туысқандарымыз да отырған шығар. Барлығымен бір бөліскім келіп тұр да.
шынымен де бұл ерекше сезім да. Енді өзі бір қасиетті жерлер болады. Қасиетті уақыттар болады. Иә? Мына қасиетті жерде, қасиетті уақытта отырмыз да. Мекке өзі қасиетті жер. Бұның қасиеті Алла тағала бұл жерде Каабаны тұрғызу үшін Ибрахим үшін, алейхиссалам үшін таңдаған болса, бұл жерде пайғамбар алейхиссалату вассалам дүниеге шыр етіп келу үшін таңдаған да дағы. Бұл Мекке қаласы сондай Алланың таңдаулы жері. 13 жыл бойы Джибрил періште өшеге Алла тағаланың елшісіне Құранды әкеп беріп отырғанда. Артымызда Бани Хашим, Шебу Бани Хашим немесе Шебу Али деген жер бар. Сол жерде пайғамбар дүниеге келген. Ол жерден біз күнде өтіп жүрміз да. Субханалла. Сол жерде Алланың қалауымен бір күні осындай түн ғой. Қадырдың түні болмаса да бір күндердің бір түнінде Мекке кезеңі ол кезде сол 13 жылдың ішінде ғой. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға мүшриктер келіп айтады екен да, я Мұхаммад бин Абдилла, ей Абдулланың ұлы Мұхаммад, сен ислам деген дінді алып келдім, мен соңғы пайғамбармын деп айтып жатсың ғой. Бізге ер деп жатсың. Біз пұттарға табынып жүрміз. Сен бізді сол пұттардан ата-бабамыздың дәстүрінен қайтарып жатсың. Енді саған бір уәжіміз бар. Егер сен соны орындасаң, онда біз сенің артыңнан барлығымыз бір адамда еріп, бір сәтте мұсылман боламыз дейді ғой. Ашхаду ан ла илаха иллалла, ва ашхаду анна Мұхаммадан Расулулла. Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп саған куәлік етеміз дейді. Солай істейсіңдер ма дейді. 100% уәде береміз. Міне, қолым дейді ғой. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қуанып кеткен. Енді арманы да анау 360 пұтты Каабаның ішінен алып шығып, бір ғана Аллаға құлшылық жасауы адамдардың, пайғамбардың негізгі арманы болғанда. Көп құдайшылдықтан бір құдайшылдыққа алып шығу. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қуанып кетті дейді ғой. Не істеп көрсетейін енді, сендерге не уәж керек дейді ғой. Біздің уәжіміз ана толып тұрған айды көріп тұрсың ба дейді. Иә, толып тұрған айды көріп тұрмыз дейді. Онда сол толып тұрған айды біздің көзімізше екіге бөле салшы дейді. Біреуін ана Аби Қубайс деген таудың үстіне қоя сал, екіншісін ана Қуайқиған деген таудың үстіне қоя сал дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Алла тағалаға дұға қылады. Мұғжиза болайын деп тұр да қазір. Мұғжиза амрун хариқун лил ада мұқтаринун биттахади дейді. Мұғжиза дегеніміз бұл әдеттен тыс физикалық заңдылықтарға бағынбайтын бір тылсым бір дүние болайын деп жатыр да. Бірақ жай ғана тылсым дүние емес, мұқтаринун биттахади, оларды бәсекеге, сенбей тұрған қауымды бәсекеге шақыру үшін пайғамбарларға берілетін істейді, жай ғана адамдарға берілмейді. Енді ана жерде пайғамбар бар, енді мұғжиза бір ерекше тылсым дүние болайын деп тұр. Айды жару керек болып жатыр да, түннің ішінде, түннің бір қараңғысында. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам Алла тағалаға дұға қылған кезде ай дейді, екіге жарылды да дейді. Біреуі Аби Қубайстың үстіне, жаңа резиденция тұрған жер көрсетті мына жол. Екіншісі Қуайқиған жақ, мына Маруаның ар жағы. Соған бір айды екіге бөліп, сөйтіп екі таудың үстіне қойған дейді екі бөлігін. Сол кезде аналар өздерінің көздерімен көріп тұр дейді, бірақ көкірек көздері жабық қол байқұстардың. Көздерімен көріп тұр, бірақ көкірек көздерін естемейді, қабылдамайды да. Сол кезде айтты дейді ғой. Айттым ғой сендерге деп айтты дейді араларынан біреу. Мынау сиқыршы деп айттым ғой сендерге. Жоламаңдар бұған деп айттым ғой. Қойыңдар, тастаңдар бұны, кеттік деп айтты дейді. Сол кезде араларынан бір ақылдырақ біреу шығыпты да айтты да, қоя тұрыңдар. Сабыр ете тұрайық. Шам жақтан сауда саттықпен келе жатқан керуен бар. Соларды күтейік. Олар келген кезде мүмкін олар да көрсе көрді, көрмесе көрмеді. Бір күте салайық та деген ғой. Шам өлкесінен керуен келеді, айтады, бір тылсым нәрсе көрдіңдер ме? Көрдік дейді ғой. Айдың екіге жарылғанын көрдік дейді ғой. Сонда да мойындамайды да. Енді мен субханалла таңғаламын да. Мына жарайды енді, бұл оқиға болып қала берсе, ештеңе демес едік та. Бірақ бұл Құранда Қамар деген, ай деген сүре бар да өзі. Сол ай деген сүренің бірінші аяттарында міне жаңа ғана имам оқыды Нұрсұлтан. Жаңа ғана екеуміз тұрдық қой. Сол кезде осы Қамар сүресі оқылды ғой бүгін.
Сол Қомар сүресінде бүйтіп айтады Алла тағала: иқтарабатис-саа, қиямет басталды дейді. Уан шаққал қамар, ай екіге жарылды дейді. Ин ярау аятан юриду дейді. Аналар көрді дейді, мүшриктер көрді дейді, бірақ бірден бас тартып, бірден қарсы шығып кетті дейді ғой. Уаяқулу сихру мустамир дейді. Бүйтіп айтты дейді. Мынау мұғжиза емес, мынау Құдайдың ісі емес, мынау Мұхаммед деген оңбаған сиқыршының ғана бұл өте үлкен сиқырынан басқа түкпес емес деп айтты дейді. Осы оқиға анау не дейді ғой жаңағы шаққул қамар деп айтады ғой. Айдың екіге жарылу оқиғасы осы Меккеде осындай біз отырған бір түннің бір түнінде болғанда. Осындай мұғжизаның куәгері болған Меккеде бұл. Бұл осындай мұғжизаның куәгері болған Меккенің түні да бұл. Осындай Меккенің бір түнінде отырмыз. Және ол қандай түн десеш? Ол деген Лайлатул Қадр. Қадыр түні. Қадыр деген сөз біздің қазақтың тілінде де бар. Қадірлі деген мағына. Лайлатул азама ва шараф дейді. Өте абыройлы, өте ұлы түн дейді. Бұның ұлылығы Лайлатул Қадри хайру мин альфи шахр. Инна анзалнаху Лайлатул Қадр. Біз Құранды Қадырдың түнінде түсірдік деп айтқан үшін дейді. Өйткені Құран бұл біздің басымызға қойып отырған біздің ең үлкен абыройымыз. Сол ең үлкен абырой осы Қадырдың түнінде түскендігі үшін Қадырдың түні де абыройлы болды. Былайша айтқанда қадірлі нәрсеге байланып тұрған түн болғаннан кейін бұл түнді де Қадырдың түні, яғни үлкен абыройлы, үлкен шарапатты түн деген мағынада да. Лайлатул Қадырдың тағы да бір мен ұнататын, өте қатты ұнататын бір мағынасы бар. Лайлату дайық ва тадиқ деп айтады. Тар түн деп атайды. Сөзбе сөз айтқанда. Тар түн. Неге тар түн деп айтады? Өйткені дейді, таназзалул малаикату ва руху фиха биизни раббихим мин кулли амр деп айтқан аят бар ғой. Ол түні дейді, бірінен кейін бірі тоқтаусыз ақшам намазынан бастап таң намазына дейін түнді айтамыз біз. Түн ақшам намазынан бастап таң намазына дейін жалғасатын нәрсені түн деп атайды шариғатта. Осы ақшам намазынан бастап періштелер бірінен кейін бірі сап-сап болып аспан әлемін мен жер әлемін толтыра бастайды екен да. Соншалықты Қадырдың түнінің пикына келген кезде, өзі Қадырдың түні болған кезде, түннің ортасына. Мына жердің іші мен аспанның іші толықтай толып кетеді екен де, мына аспан мен жерге періштелер сыймай кетеді екен да. Тар болып қалады екен, аспан мен жер періштелерге тар болып кетеді екен да. Енді періштелер көзге көрінбейтін жаратылыс. Бірақ біз ғайыпқа сенген мұсылмандарымыз, Алла тағала айтып отыр: таназзалул малаикату ва руху фиха биизни раббихи мин кулли амр. Әртүрлі істер үшін, әртүрлі әмірлер үшін періштелер, және де періштелердің сұлтаны Джибрил, уахи әкелуші періштеде түседі дейді. Бұл лайлату дайық, тадиқ деп айтып отырғаны періштелердің көптігінен аспан мен жер тарылып қалатын түн дейді. Ондай басқа түн 365 түннің ішінде жоқ дейді. Қазір уағыз айтып отырмын да мен. Субханалла, Алланың мархаметі маған берген, Аллаға шүкір. Мен уағызшымын да, уағыз айтып отырмын. Бұл Құдайдың берген маған үлкен тәжі да маған. Адамдарда жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару, Алланың бір аятына шақыру, пайғамбардың бір сөзіне ергізу, бір жамандықтан тыйып, бір жақсылыққа нұсқап жіберу, соған бір әйтеуір септігімді тигізіп қалу тілімізбен болса. Да, Қазбек би атамыз дүниеге келген кезде анасы қойны алып жатып, бата жасап жатыр дейді ғой Қазбек атамызға. Қазбек би, қаз дауысты Қазбек би деген атамыз ғой. Сол қаз дауысты Қазбек бидің батасын берген анасы былай деп бата берген дейді: тіліңнен болар кәсібің ұлым, еліңнен болар нәсібің сенің. Сен елдің баласы болайын деп тұрсың, бірақ сенің негізгі кәсібің тіл болады деген да. Тіл дегенде бұл жерде жақсылыққа шақыратын, жамандықтан қайтаратын тіл да. Боқтай беретін, өсек айтатын, ғайбат сөйлейтін тілді айтып отқан жоқ.
бұл жерде нұр болған тілді айтып отыр да. Алла тағала тілімізді де солай нұрландырып қойғанына шүкір да. Мысалға қазір отырмыз, осы жерде біздің осы уағызымызға куә болып отырған миллиондаған періштелер бар да қазір. Олар куә болып отырады да бітеді ғой түн. Сол кезде көтеріледі да. Көтерілген кезде қадір түннің бір белгілерінің бірі күн шуақсыз шығады екен да. Шуақсыз шығуына ғалымдар былай деп түсіндіреді. Негізі күн шығады ғой, мына дискісі көрінеді ғой. Сол кезде өзі шуақ шашып шығады күн. Күннің шуағы өте әсерлі ғой, адамның көзі қарай алмайтындай деңгейде болады да ол. Сол кезде шуақсыз шығуының себебі дейді да, түні бойы куә болып жүрген мына періштелер дейді, Жебрейіл періште, басқа да періштелер, миллиондаған періште. Саны жоқ қой періштелердің былайша айтқанда. Саны жоқ. Сол сансыз періштелер қайтадан жерді тастап қайтады ғой енді. Сол қайтқан кезде, күнмен шағылысқан кезде күннің шуағы аналардың шуағының қасында шықпай қалатын деңгейде болып қалады дейді да. Соншалықты нұрлы да енді періштелер. Бұл қадір түні, субханалла, мен енді жалпы иман келтірген адамдар үшін шынымен де бір үлкен мүмкіншілік түн да бұл. Мысалға, бір хадис айтайыншы. Бұл хадис кәдімгідей ораза ұстаған, ауызашар ашқан, бүгін ауыздарын ашқан. Және де осы қазір түнде отырған, осы Рамазанның түндерінде ұйқысыз өткізіп, Рамазанның түндерінде ғибадатпен, құлшылықпен өткізген адамдар үшін үлкен сүйінші да. Мүмкін енді бұрындары естіген шығар, мүмкін естімегендері бар шығар. Қазір біреулерге сүйінші болсын иншалла. Бұл енді кәдімгі ұлы хадис, қысқадан нұсқа айтылған. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Инна лиллахи инда кулли фитрин утақа, ва залика фи кулли лайлатин" дейді. Әрбір Рамазанның күнінде ауызашар бар дейді. Сол ауызашардың уақытында тозақтан құтылатын бірнеше мұсылманның атаулары, аттары аталып, тозақтан құтылды деп жар салынады дейді. Уазалика фи кулли лайлатин. Анау ифтардың кезінде, ауызашардың кезінде ол списокқа, ол тізімге іліне алмай қалдық деп қорқса дейді адамдар. Олар білсін. Уазалика фи кулли лайлатин. Рамазанның әрбір түнінде де тура сондай тізім болады. Тозақтың отынан құтылып кеткен мұсылмандар. Тозақтың отынан құтылып кеткен мұхтар деген сияқты ше. Сондай атаулармен жаңағы списоктар шығады дейді. Субханалла, міне отырмыз түнде. Қазір сондай тізімге ілініп кетсек ше. Болды да, тозақтан құтылдың деген сөз, жәннатқа кірдің деген сөз да. Арманың орындалды деген сөз да. Сенде ешқандай «Уәлә қауфун алейхим уәлә хум яхзанун». Оларға ешқандай қауіп жоқ, оларға ешқандай мұңайып жоқ дейді да онда. Субханалла, мұңайып жүрген шығарсың. Бір нәрседен қорқып жүрген шығарсың да. Бітеді, дүние бітеді, уақыт өтеді, кетеді. Алдыда Алланың соты бар, Алланың жақсылықтары бар бізге беретін иншалла. Сол күнге келсек, бұл күндері көрген қорқыныштар, бұл күндері көрген қиындықтардың барлығы ұмытылып кетеді ол кезде. Субханалла, ана жәннаттың есіктері туралы кешеде мен қанша әңгімелер айттым да. Енді жәннаттың есіктерін айтады ғой, аспан мен жердің арасындай кең дейді да, енді енін айтып отыр да. Сонда Құранда бір сүйінші аят бар мұсылмандарға. Жәннат иелері жәннатқа кіреді дейді да. Жәннат иелері жәннатқа кіргеннен кейін, жәннаттың періштелері есеп қисап біткеннен кейін, жәннаттың есігі енді толықтай мәңгілікке жабылады дейді да. Жабылғанда енді періштелер ішінен жабады екен да оны, сыртынан емес. Ішінен жапқаннан кейін, періштелер жауып болғаннан кейін бұрылып, жәннатқа кіріп кеткен мұсылмандарға қарап тіл қатады екен да. Сол кезде айтады екен да: мұсылмандар дейді екен да, жәннат құтты болсын, жәннат берекелі болсын. Бүгін есеп бітті. Сендер жәннатқа кірдіңдер. Жәннат иелері жәннатта, тозақ иелері тозақта дейді да. Енді сендерге бір сұрақ дейді да. Бұл жәннатқа ана дүниеде қандай амалдар істеп келдіңдер сендер? Соншалықты бүгін Алла сендерге мынандай астарынан өзендер ағатын нығметті жәннатқа кіргізетіндей дейді да. Сол кезде мұсылмандар, жәннаттың иелері бір ауыздан бір дұғаны жасайды екен. Осы дұғаны жаттап алу керек біздерге. Ол дұға былай да. Ол дұға былай: Алхамдулиллахи лази хадана ли хаза
وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Біз ораза ұстадық, намаз оқыдық, сол үшін жәннатқа кірдік деп мақтанбай ақ қояйық. Біз мынандай бір дұға жасайық одан да деп айтады екен. Алла тағалаға мақтаулар болсын. Әлемдердің жаратушысы Алла тағалаға мақтаулар айтамыз. Ана дүниеде біздерді тура жолға салғандығы үшін. Егер де осы жәннаттың тура жолына бізді ана дүниеде салмағанда еді, біз бұл тура жолды ана дүниеде өзіміз тауып алмас едік деп айтады дейді. Шынымен де мына дүниеде ешқайсымыз тура жолды өзіміз таппағанбыз. Алла тағала әртүрлі себептермен осы жолға әкеп қойды. Альхамдулилля, қазір бәріміз бір кереметтей Меккеге келіп, кереметтей намаздар оқып, кереметтей ораза ұстап, кереметтей ауыз ашып, кереметтей Құран жаттап, кереметтей хадис оқып, кереметтей адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып, өздеріңіз бір садақаларға себепкер болып, бір жоқ жітіктерге үй салып беруге себепкер болып жатса, оның барлығы Алланың берген тура жолы да, хидаят дейді оны. Алла берді бізге. Алла бермесе оны ешкім бере алмайды. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Абу Талиб қайтыс болған кезде Аллаға жалынып жалбарынды, айтты, мына кісіні бір кешірші Алла деді. Я әкешім бір шахадан айтшы деді, бір калимаңды айтып кетші, мен саған ертең қияметте Алланың алдында шапағат етем деді. Пайғамбардың шапағаты ең үлкен шапағат. Бәріміз мұқтажбыз ол шапағатқа. Көмек қой, Алланың елшісінің көмегі де. Сол кезде Алла тағала Құранда пайғамбарға айтады: "Ла тахди ман ахбабта". Сен жақсы көрген адамдарыңды тура жолға сала алмайсың дейді. Сен өзіңнің жақсы көрген адамдарыңды тура жолға сала алмайсың. Біз тура жолға саламыз дейді. Тура жолға салушы бізбіз дейді. Алла тағала біз деп сөйлеп өзін айтып жатыр да. Субханалла, осындай тозақтан құтылатын түндер Рамазанның түндері. Енді мынау Қадір түні. Субханалла, Қадір түні былайша айтқанда бұл кәдімгі бізге мұсылмандарға беріліп тұрған үлкен мүмкіншілік та. Ана бағана пайғамбардың бір хадисін айттым ғой. Ол кісі айтады, имам Байхақи жеткізеді бұл хадисті, негізі бар хадис. Менің үмбетім дейді, 60 пен 70-тің арасында өмір сүреді дейді. Өмірлері қысқа дейді менің үмбетімнің. Мұсаның үмбетінің жасы өте ұзақ еді. Нұх пайғамбардың үмбетінің жасы ұзақ еді да, мысалға. Басқа пайғамбарлардың үмбеттері ұзақ жасады да. Бірақ пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмбеті ұзақ өмір сүреді екен да. Бәріміз кетеміз да. 60-70 жыл, ары кетсе 80 жыл, аз уақытта. Сол кеткен кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам айтып жатыр, 60 пен 70-тің арасы, ары кетсе 70-ке барады. Енді жалпы айтып атқаны ғой. Одан да енді бір исключительный жағдайлар болуы мүмкін, 90-ға барып, 100-ге барып қалу мүмкін. Бұл пайғамбардың өтірік айтып жатқандығын білдірмейді. Өйткені пайғамбарымыз жалпы айтып жатыр да. Негізі ортақ бір бағасын беріп жатыр да. Ортақ анау средний статистический не дейді ғой, жаңа бір өзінің санын беріп жатыр да. Сонда өзіңіз ойлаңыз. 70 жыл өмір сүрдің. Қаншасы ұйқымен кетті? Қаншасы тамақ жейміз деп кетті? Қаншамыз жұмыс істейміз деп кетті? Қаншамыз бала бағамыз деп жүрдік? Қаншамыз доспен мәміле жасаймыз деп жүрдік? Қаншамыз дүниелік тіршіліктермен жүрдік та? Сондағы барлығы, осының барлығы өмірдің көпшілік уақытын алып қояды екен. Сондағысы бір ары кетсе, қатты ғибадат жасағанның өзінде 3-ақ жыл ғибадатпен айналыса алады екенсің да. 70-80 жыл өмір сүрген адамның статистикасы осылай дейді да. Бірақ Алланың рахметін қараңыз. Ана үмбеттерге берген сияқты үлкен жас бермеді бізге. Бірақ аз ғана өмір сүреміз. Өзі де 60 жыл өмір сүріп кетіп қалды ғой. Мына жерде мен айта салайыншы, арада бір кісілер болса, пайғамбардың жасы 63 жас деп жүреді ғой бізде. Осы нүктені де бір айта салайыншы. Пайғамбардың жасы 63 жас емес, пайғамбардың қайтыс болған жасы 63 жас. Пайғамбарлық жас 40 жас. Сондықтан да анау 50-ден асып кетіп пенсиясын күтіп жүрген адамдарға айта салу керек осы әңгімені. 40 10 жыл өтіп кетті аға. Онда ертеңнен бастай бер онда. Кешіп қапсың деген сияқты әңгіме да. Пайғамбар жасы 40 жас. Кейбір мына имам Ғазали сияқты Я Аюхал Валад деген кітаптарында бір сөз келеді. Әлсіз сөз болса да айтылады. Жаңағы Фадаил Амал дейді ғой. Адамдарды бір құлшындыру үшін, адамдардың жүрегін ояту үшін айтады да. Кімде кім дейді да. 40 жасына келіп, жақсылығы жамандығынан басым түспесе, ол өзін тозаққа дайындай берсін деген сөздер бар да. 40 жасқа келіп,
күнәсінен қарағанда сауабы артып тұрмаған 40-қа дейін адам, ол адам өзін тозаққа дайындай берсін деген сөздер бар. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның өзі де 63 жасады да. Бірақ Алла қараш қандай нығметті беріп отыр бізге ше. Рамазанның әрбір тақ түнінде, енді соңғы 10 күндігінің тақ түндерінде 23-і, 25-і, 27-сі дегенде қадір түнін іздейміз да біз. Ана бағана айтып жатырмын, пайғамбар алейхиссалату вассаламға Алла тағала қадір түнін кәдімгідей білдірген ғой. Осы түн қадір түні деген да. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қуанып үмбетіне айтуға келе жатыр. Өйткені өзіңіз ойлаңыз, үмбеті білет, сол түні амал жасайды да 83 жылдың ғибадатын алып кете береді. Күнәлары, бұрынғы күнәлары кешіріледі. Алла тағаланың алдында үлкен сауаптарға кенеледі да, мысалы. Сол түннің өзін ғана біліп алған, болды, сол түнді күтіп жүре береді да. Бірақ сөйтіп қуанып келе жатқан кезде бір жаңа ғимараттың қасында екі мұсылман бір-бірімен жаға жыртысып, айқайлап, басын жаңағы жердің барлығын, айналасының барлығын топалаң қылып, дауыстарын көтеріп айқайлап атқан дауыстарын естиді. Соларға пайғамбар алейхиссалату вассалам назарын аударам деп тұрып, ұмыт қалған ғой. Бар ғой ондай нәрсе, пендеге жаңағы не да, бірақ бұл жерде Алланың да хикметі бар да. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам айтып дейді, маған негізінде білдірілген еді, бірақ мен ұмытып қалдым деп айтады дейді. Бірақ Рамазан айының соңғы 10 күндігінен іздеңдер деп айтып дейді. Мынандай бір риуаяттар бар. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Рамазан айының алғашқы 10 күндігінде итикаф жасады дейді. Итикаф деген хабс деген сөз. Өзін түрмеде, өзін-өзі қапаста ұстау деген мағынада да, тілдік мағынасынан. Ал шариғи мағынасы люзуму фил масджиди ли таати дейді. Өзін мешітте Алла тағалаға ғибадат құлшылық мақсатымен отыру, өзін ұстау деген сөз да. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Рамазан айының соңғы 10 күндігінде итикафқа кірген. Өзін мешітте ұстап, ғибадат құлшылық етіп, мешіттен шықпаған. 10 күн бойы ғибадатпен айналысқан. Мына қазір біздің бауырларымыз, біздің топтағы жігіттер, Қазақстаннан келген бір шама бауырларымыз итикафта отыр, ұстаздар отыр. Сол итикафта алғашында пайғамбар алейхиссалату вассалам алғашқы 10 күндігінде ұстайды екен, кіреді екен, 10 күнге. Сол кезде Жебірейіл пешті айтады екен, жоқ дейді екен. Бұл түнде қадір түні жоқ, бұл түнде отырма деп айтады. Бұл 10 күндікте отырма дегендей. Ортадағы 10 күндігінде отырған бұл түнде отырма деп айтады Жебірейіл пешті. Үшінші 10 күндігінде итикафқа отырған кезде айты дейді, осы итикафтың ішінде әрбір тақ түнінде қадір түні бар деп айты дейді. Қадір түнін соңғы 10 күннің тақ түндерінен іздеңдер деп айтып кеткен пайғамбарымыздың хадисі бар да. Негізі көпшілік пікірлері бойынша 27-ші түн қадір түні болуға ең жақын күн түн дейді. Абдулла ибн Аббас сияқты, Омар радиаллаху анху сияқты сахабалардан сенімді жолдармен жететін хадистер бар да. Иншалла бүгін де үміт етеміз. Бүгін барынша біз иншалла таң намазына дейін ұйқысыз өткізбейміз. Біз құлшылықпен өткіземіз. Енді мына жерге уақыт арнап, мына кісілерге уақыт арнап отырғанымыз, бұл да жайдан жай отырыс емес мынау. Түсінген адам үшін намаз бұл исламның бір бөлшегі. Ораза исламның бір бөлшегі. Адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару бұл исламның нақ өзі. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассаламның келгендегі мақсаты адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару үшін келген. Адамдарды қараңғылықтан нұрға кіргізу үшін келген. Жамандықтарын тастап, Алланың жақсылығына толық көшіп кету үшін келген. Көшіп жіберу үшін, үйрету үшін келген. Адамдардың көркем мінездерін шарықтау шегіне жеткізіп кету үшін, тәрбиелеп кету үшін келген. Мына әлемді былайша айтқанда Алланың жер бетіндегі жәннатына айналдырып жіберу үшін келген да, былайша айтқанда. Сондай ұлы мейірім, шапағат үшін келген адамда. Соның ішінде біз мына жерде отырған отырысымыз, біз құлшылық жасап отырмыз. Сіздер уағыз тыңдап отырып құлшылық жасап отырсаңыздар, мен уағыз айтып құлшылық жасап отырмын. Қазір осыдан босағаннан кейін бізге тағы да басқа құлшылыққа кіріп кету керек уже. Түсіндіңіз ба? Зікірге кіріп алу керек. Жаңа намаздан енді қазір уағыз, енді зікірге кіріп алу керек та. Сөйтіп уақытты бос өткізбей, бір құлшылықты бітіріп екінші құлшылыққа, екінші құлшылықты үшінші құлшылықпен байланыстырып, жалғап отыру керек та. Сөйтіп барынша құлшылықпен өткізу керек та. Енді сіз сөйлеңізші, не дейсіз? Не ол? Субханалла, бұл кісі мүлдем, мен былай айтайын, бұл кісі кәдімгі
біздің тура осы бізден Алла тағала енді нәсіп болып, әрине үміт етем, осы жақсылыққа шақырып, жаманнан қайтару амалымызды, ғибадатымызды, құлшылығымызды Алла үшін жасап жатқан. Егер қабыл ететін болса, сауаптар жазатын болса, субханалла, Әділ мырза да одан кәдімгіде 100% ортақтасады ғой. Айтады ғой, кімде кім бір жақсылыққа себепкер болса, оны жасаушылардың жақсылығындай сауап ала береді дейді да. Мысалға қазір бұл жердің тағы екінші қыры бар, мына хадиске сай. Мына жердегі қазір отырған кісілер бар ғой. Қазір біздің сөзімізден бір әсер алып, соған амал ететін болса, мысалы зікір жасап кетеді, қазір Мұхтар ұстаз айтты деп, немесе намаз оқып кетеді, Мұхтар ұстаз айтты. Қазір бізге бір-екі құлшылықтарды айта саламыз соңында. Соларды жасайтын болса, бірден де мысалға. Мына кісілердің жасаған сауаптары ол жақта жасала береді. Біз мына жақта өзіміз басқа жерде бір жерде шай ішіп отыруымыз мүмкін, ұйықтап қалған болуымыз мүмкін. Бірақ соның барлығы маған, Әділ мырзаға, сізге жазыла береді. Осыған себепкер болды. Өйткені сіз ғой осыны жарнамалап Қазақстанға жіберген, осындай тікелей эфир болады деп ше. Жалпы бұл жерде осы барлығымыз енді ортақпыз ғой, иншалла бұл жерде. Алхамдулилля. Соған енді соны нәсіп етсін. Бұл жерде мынандай, одан кейін тағы да бір нәрсе айта кетейін. Күллу амал ибни адам юдоафу дейді. Әрбір мұсылманның істеген жақсылығы бірден еселеніп кетіп отырады. Әл-хасанату би ашри амсалиха иля 700 дифин дейді. 10 сауаптан 700 есеге дейін еселеніп отырады дейді. Бір жасаған күнә бір деп жазылмайды дейді. Бірден 10 деп жазылады дейді. Илля саум фаиннаху ли ана ажзи бихи. Рамазан айындағы амалдар басқаша дейді бірақ. Рамазан айындағы амалдар еселенеді дейді. Бұл жерде ниетімізге қарай Алла тағала біздерге қазір еселеп өте үлкен мархаметтерін жазып жіберуі мүмкін да, сауаптарын. Сондықтан да бұл жерде ниетті дұрыстап алсақ, біз қазір сіз де, Әділ мырза, Нұрсұлтан бауырымыз, мен де ниетімді дұрыстап отыратын болсақ, жаңартып отыратын болсақ, қазір иншалла сол ниетімізге жараса сауап ала береміз. Сол сауабымыздан иншалла мына кісілерден сауап алсақ, жалпы осы амалдарымыздың өзіне сауап алсақ, алхамдулилля біздің ахиретімізге соның өзі жеткілікті болып кетуі мүмкін да. Бұл ұлы іс та, пайғамбарлардың жұмысы да бұл. Дін тарату пайғамбарлардың тікелей жұмысы да бұл. Олардың кәдімгі вазифа дейді ғой. Олардың кәдімгі Алланың олардың мойнына міндеттеген міндеті да. Иншалла мен суннат деп айтатын адамдарға да бір нәрсені айта салайын. Мына суннат, ана суннат, мына суннат, мына сүннет деп енді қазақшалап айтсақ. Сүннеттің ең ұлысы бар. Сүннеттің ең ұлысы пайғамбар алейхиссалату вассаламға жәрдем беру. Қолғабыс болу ол кісіге. Ол кісінің бір жағына шығысу. Ол қалай? Осы дінді шарттарапқа жаюмен көмектес пайғамбар алейхиссалату вассаламға. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның жүзін Алланың алдында жарқырат ертең. Ертең сен сияқты үмбетімен мақтансын. Пайғамбар алейхиссалату вассалам, Мұхтар, кеш. Саған мен разымын. Саған енді Алла разы. Тафаддал деп өзімен бірге алып кетсе болды ғой. Болды. Міне, сол үшін де ана сүннет үлкен, мына сүннет үлкен демей қойыңыздар. Мен сіздерге сүннеттің үлкенін нүктесін қоя салайын. Бұл пайғамбар алейхиссалату вассаламға жәрдем беру. Бірақ жәрдем беру тек қана уағыз айту, дінді тарату тек қана мына біз сияқты адамдардың тілімен, біз сияқты адамдардың ісімен болмайды. Оған мына қазіргі заман, осындай заман, Алланы уасайлу дауа дейді, мынау уағыздың, дінді таратудың құралы болып кетті мынау. Осы дінді таратудың құралы болған сіз сияқты мамандар осыған себепкер болып жатсыздар ма? Сіздер де дін таратып жатқанның үкімін ала бересіздер. Өйткені бұл болмаса менің сөзім шартарапқа қалай жетер еді? Мен бұрындарда да уағыз айтып жүрген ғой, ешкім танымаған бізді. Қазір сіз сияқты бауырлар пайда болып, себепкер болып кеттіңіздер да, альхамдулилля. Қазір мына жақта қаншама адам тыңдап, пайдасын алып отыр. Парақшаларымызды айтпай қойсақ та болады да, мысалға. Әркім өзі орнында біледі. Сол үшін альхамдулилля, Алла тағала сауаптан жазсын, бұл үлкен ұлы іс. Бұл іске жәрдем берген адамдарда, былайша айтқанда, ол сауаптан ортақ болады. Оны да айта салайық. Мынау бір үлкен ұлы ғалым айтады. Мұсылмандар екіге бөлінеді дейді. Риджалул ислам, вал уламаул ислам дейді. Исламның ерлері
және де исламның ғұламалары деп бөлінеді дейді. Исламның ғұламалары ислам дінін оқиды, тоқиды, Алланың жақсылығын, Алланың дінінің берекетін өздеріне бойларына сіңіріп, жылдар бойы тәлім алады да, оны шартарапқа жаяды дейді. Ар-риджалул ислам деген, соларды оқытатындар, солардың кітабын алып беретіндер, солардың қаламдарын алып беретіндер, солардың жағдайын жасайтындар, солардың мынау шашпауын көтеріп, мынау шартарапқа видеоларын тарауына себепкер болатындар. Енді заман өзгеріп жатыр ғой. Заман өзгерген кезде ислам діні қай заманға да бейімделіп кете береді. Кім не айтса, оны айтсын. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз дейді. Ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат құлшылық парыз дейді. Атымда адам қойған соң қалайша надан болайын дейді. Халқым надан болған соң қайда барып оңайын дейді. Менің сөзім емес, Абайдың сөзі. 180 жыл бұрын қайтыс болып кеткен атамыз, бабамыздың сөзі әлі тірі, әлі актуалды. Біз адамбыз, альхамдулилля, ақылымыз бар. Алла тағала сана берді, көкірек көзді ашты. Мына көзімізбен бірге мына жағымызда көріп тұр біздің. Біршама адам көрмей тұрған нәрсені нат дейді ғой, нат. Біз қазір көтеріліп жамағаттың үстіне, Қазақстан жамағаттың үстіне бүйтіп нат көтеріліп біз көріп тұрмыз ахуалды. Не болып жатқанын көріп тұрмыз. Біреуге бізге мынаны жағып жібергісі келеді, біреуге ананы айтып жібергісі келеді. Ақыл айтпай ақ қойыңыз. Біз өзіміз көріп тұрмыз. Құдай тағала ашып жіберген көкіректі көрсетіп тұр. Көріп тұрмыз бәрі не болып жатқанын. Оңдалады иншалла, барлығы өзінің ретімен жұмыс жасалып жатыр ақырындап. Муфтият бар, муфтиі бар, ұстаздар бар, имамдар бар, шейхтар бар. Бәрі оңдалады. Абай танушылар бар, Бауыржан танушылар бар, Алаш танушылар бар. Барлығы өзінің ағарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрқайсысы өзінің орнында. Куллун муяссарун лима хулиқа лаху дейді. Алла тағала әрбір адамды не үшін жаратқан болса, сол жолды жеңілетіп қояды дейді. Иншалла, әркімнің өзінің жаратылыс мақсаты бар, сол мақсатына еріп келе жатқан жағдайы бар. Кім не десе, о десін. Әркімнің өзінің ұстанымы бар, әркімнің өзінің жүретін таңдаған жолы бар, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге дейді. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, дұшпан ба осы, 5-еуін санада қағазға жазды, қарап көр, саған дұшпан болып жатыр ма, или дос болып қалсын осы 5-еуімен. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз дейді. Адам болам десеңіз деп бағана айтты да. Адам болам десең, осы 5 нәрсені дос тұт, 5 нәрсені дұшпан тұт. Бұл да негізі оңай нәрсе емес. Абай атамыз бұны айтты, бірақ бұған амал ететін адамдар өте аз болады. Өйткені ондай адамдар, қандай адам білесіз бе ондайға амал ететін? Ол көкірек көзі ояу адамдар. Көкірек көзі ашылған адамдар, рухани көзі ашылған адамдар, ақ пен қараны ажырата алатын адамдар ғана бұны түсінеді. Бұған ере алады. Сол үшін иншалла мен кеше де айтып жатырмын. Соңында енді елден көріп отырғандар бар. Мен бір нәрсе айта салайын. Кеше итикафта жатқан балаларға да айтып жатырмын. Өзімнің де топтарыма айтамын. Осы Меккеде жүрген кезде бұл жер дұға қабыл болатын жер. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: Аль-худжаджу аль-умару афдулла дейді. Қажылыққа келуші, умра жасаушы мұсылмандар, олар Алланың мейман қонақтары дейді. Индаухум ажабахум ва нистағфаруху ғофаралахум дейді. Егерде қолын жайып Алладан бір нәрсе сұраса беріледі дейді. Алла тағаладан кешірім сұрап, тәубе етсе, Алла бірден кешіріп отырады дейді. Мына жерге келген әрқайсыларымыз дұға көтеріп келіп отырмыз. Сол дұғаларымызда елдегі жұртымызды, халқымызды ұмытпай, соларды Алла оңдай көр. Соларды Алла тағала жақсылығыңмен, мархаметіңмен өзің дәрежелер, үлкен биік дәрежелерге көтере көр. Дүниелік істеріне, ақиреттік істеріне жәрдем бер. Дүниеде де кешір халқымызды, ақиретте де кешір деп дұға қылуымыз керек. Мына жерде есіме түсіп кетті, мен айта салайыншы. Ана күн ай 2-ге жарылды дедік қой, иә? Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам ана мұғжизаны көрсеткен кезде аналар бет бұрды да мойындамай кетті дедік қой, иә? Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам сол Аби Қубайс деген тауға бір айдың бір бөлігін, екінші айды қой қиған деген тауға бердік дедік қой. Қойды деді ғой Алла тағала. Енді сол Аби Қубайс пен қой қиған деген таудың бір оқиғасы бар да, оны Ақшабайын деп айтады, екі тауды Ақшабайын деп айтады қысқаша. Сонда Таиф деген 150 километр жерде пайғамбар алейхиссалату вассалам мынау
амул хузн дейді ғой, Абу Талиб пен Хадиша анамыз қайтыс болған кезде ол кісі енді мына жерден медет таба алмай сырт жаққа шығып кетіп Таифтың халқына барып уағыз айтады ғой. Сол кезде Таифтың халқы пайғамбар алейхиссалату вассаламды қан жоса қылып шығарып салады ғой. Сол кезде айтады ғой, басынан қан ақты деп ше. Мен бір жерлерде оқыған кезде пайғамбар алейхиссалату вассаламның аяқтары, аяқ киімдері қанға толып кетті дейді да. Бірақ ол ана басынан аққан қаны барып аяғына толмаған оның. Мен оқыған жерде пайғамбар алейхиссалату вассаламның дейді, сол таифтықтардың кішкентай балалармен шәл естері ауысқан адамдарды пайғамбарға қоя берген дейді, тастармен, ағаштармен. Сол кезде пайғамбардың мына өкшесінен ұрған екен олар. Өкшесінен ұрған. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассаламның оң жағы өкшесінен ұрса, пайғамбар сол жақ аяғына секіреді екен да. Сол жақ өкшесінен ұрса, оң жағына секіреді. Сөйтіп пайғамбар алейхиссалату вассалам бір орында өсіп, секіріп тұруға мәжбүр болды дейді. Ана кісілер аяғын кәдімгідей қанатып, ұрып саған жүре алмай қалатын жағдайға жеткізген дейді да. Сөйтіп Таифтың сыртына шығып кеткен кезде екі періште келіп айтты дейді да. Егер де қаласаң, я Расулалла, ана меккеліктерге, таифтықтарға емес, меккелік мүшриктерге 13 жыл бойы саған азар берген меккеліктерге, Каба тұрған жерге қаласаң, екі ақшабайынды Аби Қубайс пен Куай қиғанды әкеп бүйтіп, ортасына Меккені бүйтіп жанши салайық. Немесе Атбаққа деген сөз, төбесінен әкеп Аби Қубайс пен Куай қиғанды үлкен таулар болар. Меккенің үстіне бүйтіп қоя салайық деген да. Екі тау періштелер айтқан да. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам халқына дұға жасады дейді ғой, өз халқы ғой енді. Бүйтіп айтты дейді. Бәл арджу ай яхруджаллаха мин аслабихим мән я'будаллаха вахтаху вала тушриху бихи шай'ан деп айтты дейді да. Вала тушрику бихи шай'ан. Жоқ деп айтты дейді. Бұлай істемей қойыңдар деп айтты дейді. Мен әлі үміт етемін. Алладан үмітім зор менің әлі. Осы пұтқа табынып жүрген елім, жұртым, туысқандарым, олардың белінен әлі де Алла тағаланы жалғыз деп, бір ғана Аллаға құлшылық қылатын ұрпақтар шығады деп үміт етемін деген екен да. Содан кейін бар былай деп дұға қылған екен. Аллахумма ғфирли қауми фаиннахум ла я'ламун. Алла тағалам, қауымымды кешіре көрші, олар кімге қарсы шығып, неге қарсы шығып тұрғандықтарын білмейді ғой деп айтты дейді. Сол сияқты біз де міне Меккеде жүрміз ба, онда елге көп дұға жасауымыз керек та. Алла тағалам тура жол таба алмай жүргендерге өзің тура жол бере көр. Тура жолда жүргендердің аяқтарын тура жолда нық ет. Елге жұртқа пайда беретін нығмет бер, дүниелік байлық бер, ақиреттік байлықтардан да кенде ете көрме деп көптен көп дұға жасаймыз иншалла. Қазір де осы жерде отырып жамағатымызға дұға жасап қойық, өзімізге де бір дұға жасап қойық. Қанша адам отыр мына жерде? 277. Енді иншалла бір дұға жасап қойық, иншалла бір дұға жасап сонымен тамамдайық. Алла тағала бұл жерде отырған бауырларымызға, шәкірттерге Алла разы болсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Алхамдулиллахи аллади хадана ли хаза ва ма кунна линахтадия лаула ан хадана Аллах ва ма тауфиқуна илля билла ва ма таваккулуна илля аля Аллах. Я жаратқан ием Алла тағалам, біліп те білмей жасаған кемшілік қате күнәларымызды кешіре көр, тура жолыңа бастай көр, тура жолыңнан біздерді ешқашан да адастыра көрме. Осы дүниеде де ақиретте де кешіре көр, осы дүниеде де ақиретте де амандығыңды бер, осы дүниеде де ақиретте де кеңшілігіңді бер, осы дүниеде де ақиретте де сау жүректі салихалы таза құлдарының қатарынан ете көр. Алла тағалам осы өзің қасиет тұтқан мекеннен өзіміздің қанымыз тамған, өзіміздің шыр етіп дүниеге келген қасиетті өзіміздің еліміз, жұртымыз, отанымызға өзіңнен көптен көп жақсылықтар сұраймыз. Алла тағалам қазақ жерін өзің оңдай көр, қазақ ұлтын өзің оңдай көр. Әрбір қазағымызға ұзақ ғұмыр, дендеріне саулық, жүректеріне, бойларына күш қуат бер. Әрбір қазағымыздың дүниелік жағдайын, ақиреттік жағдайын өзің оңдай көр. Қиналып жүрген мұсылмандарға, қиналып жүрген ұлтымызға, қазағымызға Алла тағалам өзің жақсылығыңды бер, жеңілдігіңді бер. Алла тағалам ауырып жүрген мұсылмандарға, ауырып жүрген қазағымызға Алла тағалам өзің дерттеріне шифа бер. Алла тағалам не берсең де хайырмен бер, ақырымызды хайырлы қыл. Ва ахиру дауана
أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين فاعف عنا يا رب العالمين فاعف عنا يا رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء حسبنا الله ونعم الوكيل برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. Ал қабыл болсын. Алла разы болсын. Рахмет баршаларыңызға.